Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге супер келін Диана. Бүгін сіздермен біргелікте тауық етінен кешкі ас дайындаймыз. Ең алдымен бізге тауық еттің төс жағы қажет болады. Дәл видеодағыдай етіп, 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Туралған тауық етін табаға салып, тауықтың дәмдеуіші, чеснок және паприканы салып аласыздар. Дәміне қарай тұз саласыздар. Енді барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Бір пиязды алып, оны 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз. Тәтті болгар бұрышын қосамыз, оны да дәл пияз сияқты майдалап турап аламыз. Қызып тұрған табаға майды құйып, ең алдымен тауықтарымызды қызартырып қуырып аласыздар. Тауықтың етін піскенше қуырып аласыздар. Және піскеннен кейін оны бөлек табаға алып, дәл сол табада пиязды және де тәтті бұрышты қызартырып қуырып аламыз. Бір ас қасық томат қосып қайта қуырамыз. Піскен тауық етін табаға салып қайта қуырамыз. Бір ас қасық ұнды салып қайтадан қуырасыздар. 20% кілегейді құйып, 2-3 минуттан кейін газдың астын өшіріп қоясыздар. Ал ендігі кезекте біз гарнирін жасайтын боламыз. Майды құйып, жуылған күрішті салып, қуырып аласыздар. Дәміне қарай аз ғана тұзды салып, суды құйып, 15-20 минутқа бетін жауып, жай отта пісіріп аламыз. Гарнир дайын болды. Қарасаңыздар, күріш дана-дана болып, әдемі болып пісіп шыққан. Күріш салған ыдысты ең алдымен мұздай сумен шайқап алып, күріштерімізді тығыздап қойған кезде бізде дәл осындай форма болады. Ал енді шеттеріне тауық еттерін салып шығамыз. Бетіне укроп немесе көкпиязды салып шығыңыздар. Дәмі өте керемет болады достар. Міндетті түрде кешкі асқа дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған супер келін Диана. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.